Bak nege. Sakın. Өзің де әлі бала екенсің өрімдей. Қалай ғана жүрдің екен берілмей. 17-ңде шыққансың-ау шамасы, бұл жерде көп құпия тұр көрінбей. Қызығады, тәтті дәмге себебі, ол да бала жеп көргісі келеді. Еркелігін еркіндікке қоя алмай, булығумен осы күнге кебеді. Балапансың, бала туған білместен, бойдақ күннің көп қызығын көрместен, қылмыскерге көніп келген екенсің, кеттің енді, ойнамастан, күлместен. Өбектепсің, өзеуреген анаңа, сенің анаң балаң ана бола ма? Біздің сұрақ әсер ете қоймасау, одан да сен жауап бергін балаңа. Бөбегім-ау, сұрай қойшы әкеңнен, әлгі дәмді әкеліп пе шетелден? Әке болып жарытпақшы ол қалай, бар ниына бұлдан сегер әкелген. Сұрай қойшы, енді анаң бар мекен? Әкең үшін әлі сұлу жар мекен? Ұйықтап жатыр десе тағы сұрашы, жатқан жері кең бе екен, тар мекен? Қабір төсек неге қызыл түстекен? Анаң неге жер астына түстекен? Нәзік қана денесіне неліктен қызылды көп тарамдар түстекен? Ұйықтап жатса оянбайды неліктен? Құм астында қалғығанды көріп пең? Біл, сәбиің ұмытпайды бұл күнді, анасымен барындан бөліскен. Армысыздар, құрметті қауым, менің инстаграм парақшамда бөліскен өлең жолдарымды барлық оқырмандарым және де жаңадан келген оқырмандарым қолдап жіберген екен. Және ютубтағы көп оқырмандарым ютубқа салыш дегеннен кейін осы жерге бөліп салып отырмын. Бірақ менде монтажға аса көп уақыт болмай отыр. Сондықтан да қалай бар солай салдым. Қолдап кетесіздер деген үлкен сенім бар. Алдын ала үлкен рахмет айтам. Және де менің барлық басқа да өлеңдерімді тыңдап шықсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Қаршадай қызымыздың жатқан жері жайлы топырағы торқа болсын. Анасына Аллах тағаламыз сабыр берсін. Осындай еске алу, тағы да басқа өлеңдерге сөз жаздыртқыңыз келсе, осы телефон номеріне шықсаңыз болады.